Ассалаумағалейкум, ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Здравствуйте, добро пожаловать на наш очередной мастер-класс. Хочу выразить вам огромную благодарность. Несмотря на то, что эти мастер-классы идут на моем родном языке, вы все равно остались на этом канале. Огромное вам спасибо. По просьбам наших милых дам мы решили все подробные размеры и цифры написать в титрах. Более того, если вдруг еще нужна быть какая-то дополнительная информация, я обязательно напишу в комментариях. Хорошо? И, конечно, огромное спасибо всем женщинам мира. Для меня было очень приятно, когда мы узнали, что более 25 стран мира посещают наш канал, обучаются, оставляют свои роскошные комментарии. Огромное вам спасибо. Бүгінгі біздің шеберлік сабақтарымыз өз жалғасын тауып жатыр. Осыған дейін Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейлұлы Оразалин мырза бізді қолдады. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Айтенов мырза қолдады. Енді Бердібек Машбекұлы Сапарбаев ағамыз қолдап жатыр. Жамбыл облысының әкімі. Жалпы Бердібек ағамыз осымен бірнеше рет біздің ұлы даланың қыз-келіншектерін үлкен қолдау көрсетіп жатқан ағаларымыздың бірі. Естеріңізде болар, Көрпе-Фест мегафестиваліне да мұрындық болып, сол фестивальдің кураторы болған осы Бердібек ағамыз. Осы жақында карантинге дейін Жамбыл облысында менің 3 күндік ақысыз сабақтарым өтті. Соңында керемет мегафестиваль Көрпе-Фест болған. Сол жерде біздің қыздардың қолынан шыққан төл өнерлердің сатылу алаңы ұйымдастырылды. Ақысыз сатылу алаңы ұйымдастырылды. Сондықтан да Бердібек ағамыз тағы да бізді қолдап жатыр. Сізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Бүкіл қазақ даласының қыз-келіншектерінің атынан, бүкіл әлем әйел қауымының атынан біздің алғысымызды қабыл алыңыз. Бүгінгі менің шеберлік сабақтарым өте бір күрделі сабақ. Сіздерге асқан шыдамдылық қажет. Себебі бүгін біз шешен құрақ көрпесін тігуді үйренеміз. Бұл осыдан 10 жыл бұрын бастаған менің өзімнің бір керемет құрақтардың бәрін араластырып, құрақтың шешендігін көрсеткім келіп, сондай бір дизайн жасағанмын. Осы көрпе қыздар әлі күнге дейін біздің тұтынушылардың көзайымы. Әлі күнге дейін міне 10 жылдан астам уақыт болды. Осы көрпені бізге күн-түн тапсырысқа беріп жатыр. Сондықтан да сіздер де табысты болыңыздар, сіздер де осы күрделі дизайнды үйреніңіздер. Қыздар, сіздерге арналған менің бір керемет жаңалығым бар. Сабақ барысында сол ақпаратыммен міндетті түрде сіздермен бөлісемін. Бүгінгі біздің шеберлік сабақтарымызға қандай құрал жабдықтар қажет? 2 түрлі матаның түрі қажет. Мына екеуі де велюр, коралл бояуы, одан кейін көк аспан, я болмаса бирюзовый бояу. Осында 2 түрлі мата керек. Одан кейін мынандай құрақ керек қыздар. Размері 16-да 16, 8 түрлі құрақ керек. Бұны біз осы шеберлік сабағымызда, осы арнамызда осы құрақты үйренгенбіз. Тырнақша құрақ дейді, я болмаса бұрышталған құрақтар. Бұны мен қазір көрсетпеймін, сіздер бұл құрақты тігіп білесіздер. Осыдан 8 тал керек. Одан кейін мына құдық құрақ, я болмаса орыс тілінде колодец. Бұл менің орыс тіліндегі арнамда осы құрақты үйреніп жатырмыз. Лоскутное шитье как бизнес деген арнамызда осы құрақты үйреніп жатырмыз. Осы құрақтан 16 тал керек. Размері 16-да 16. Одан кейін бізге осындай квадрат керек. Көк аспандық бояумен осы бояуды алыңыздар. Бұдан бізге 14 тал керек. Размері 16-да 16. Келесі бізге мынандай кішкентай квадрат қажет. Бұдан 37 тал қажет қыздар. Жазып алыңыздаршы, 37 тал. Размері 8-де 8. Келесі бізге мынандай үлкен 3 бұрыш қажет. Бұдан бізге 18 тал қажет. Бұны қалай аламыз? Мынау жаңағы квадратымыз бар ғой, 16-да 16. Соны
диагональмен қосып, бұрыштарын қосып, диагональ бойында қиып алсаңыз, 9 квадраттан мынандай 18 тал бұрыш шығады. Бұл үлкен үш бұрыш. Одан кейін бізге орташа үш бұрыш қажет. Бұдан бізде бар болғаны 4 тал қажет. Бұның размері 12-де 12 квадратты диагональмен қосып, қисаңыздар, осындай 4 тал үш бұрыш шығады. Түсінікті ғой, қыздар, е? Келесі, мынандай кішкентай ғана үш бұрыштар қажет. Бұдан бізге 22 тал қажет. Бұны 22 тал біз 11 мынандай 8-де 8 квадратты бұрышмен бұрышын қосып, диагональ бойынша қисақ, осындай 11 тал квадраттан 22 бұрыш аламыз. Сонан кейін, қыздар, бізге мынандай бөз керек. Размері 16-да 16. Естеріңізде болар, біз құрақты осындай бөзге тігеміз. Біздің апаларымыз құрақтың өзін жалғастырып алып кеткен. Енді құрақтың жаңағы сәнді болу үшін, сондай әдемі шығу үшін, сапалы шығу үшін біз міндетті түрде құрақты бөзге тігеміз. 16-да 16. Одан кейін, әрине бізге бүкіл құрақ тігетін қыздарға мынандай шипшік қажет. Қайшымен қию қыздар өте ыңғайсыз, сондықтан шипшік алыңыздар. Мынандай үлкен қайшы қажет. Одан кейін бізге линейка қажет. Линейканың мынандай кішкентай 50 сантиметрлігі бар, 1 метрлігі бар. Осындай бізге сызғыштар қажет. Одан кейін мына осындай ағылшын инесі қажет біздерге. Бүкіл құрақтың бәрін жаңағы көрсеткен құрақтарымыз біз тігіп білеміз. Бүгінгі шеберлік сабағында мен осындай құрақты тігуді үйретемін. Мына құрақ өте қарапайым, қыздар. Бірақ та қарапайым болғанмен бұның да өзінің құпиясы бар. Бұның да өзінің жаңағы көркемділігін, әдемілігін, сапасын шығару үшін менің жинаған тәжірибем бар, сіздермен бөліскім келеді. Бұл құрақ, қыздар, мынау 16-да 16 бөз бар ғой. Сол 16-да 16 бөздің жартысын аламыздағы, міне, жартысын алып, осы жартысына міне тігеміз. Бізде бұл құрақтың атын біз осы шешен құраққа осындай құрақтарды араластырамыз. Осыдан 10 жыл бұрын өзіміз бір құрақты үйлестіріп жасаймыз дегендегі шығарған бір құрақтың түрі болды. Сонан кейін біз бұны көзге жаңағы пагон деп атадық. Өзде атына лайықты пагон сияқты біз бұны пагон құрақ дейміз. Одан кейін мынандай бізге шилер қажет, қыздар. Мына құрақтың шиі. Ені 2,5. Егерде тігін мәшинеңіздің лапкасы қалың болса, онда 3 алыңыз, 3,5 алыңыз, еріксізде. Бірақ қандай размер алсаңыз да жаңағы бөзге сыйдырыңыз, жарай ма? Бөздің размері 8-де 16. Міне осындай бізге ши қажет. Коралл бояуда және бирюзовый бояуда. Бәрін айтып біткен сияқтымын. Енді бастайық. Сонымен, қыздар, біз қазір мына пагон құрақты тігіп үйренеміз. Біздің шешен құрақ көрпесіне осындай пагоннан бізге 96 тал керек. 96 тал. Енді мынау шилері бізге қанша қажет? Коралловый ши бізге алдын ала шилеп қойыңыздар. Ені 2,5-3 сантиметр сіздердің машинеңіздің лапкасына байланысты. Коралдан бізге 192 тал керек, қыздар. Жазып алыңыздаршы. Коралдан 192 тал керек. Одан кейін мынау көк аспан бояудағы велюрдан бізге 288 тал керек. Ұзындығы 16, қыздар, ені 2,5-3 сантиметр. Сіздің машинеңіздің лапкасына байланысты. Жазып алдыңыздар, е? Ары қарай, мына 16-да 16 бөзді біз ортасын тауып 2-ге бөлеміз. Міне мынау 16, көріп отырсыздар ғой, жартысы 8, мына жағына 16, жартысы 8. Енді осы 8-ді өзара қосамыз.
Міне, ортасын тауып алдық, қыздар. Қияйық. Бұл жаңа біздің құрағымыздың асты, қыздар. Астары. Міне. Үстіп қазір осы жерге мына құрақты тігіп шығамыз. Бөзден размері 8 см, ұзындығы 16 см, бізге 96 астар қажет. Енді қазір құрағымызды бастайық. Қыздар, енді мынау бөзге ең алдымен біз мына көк аспандағы бояуды велюрді орналастырайық. Міндетті түрде мына велюрдің өзінің түгінің бір жаққа жатқанын қадағалап отырыңыздар, жарай ма? Қазір міне үстіп велюрді мен үстіне қоям дағы. Үстіне қойып, келесі велюрді үстінен тігіп шығамыз. Міне. Бұның да түгі бір жаққа қарап жатсын, қыздар, жарай ма? Міндетті түрде қадағалап отырыңыздар. Міне үстіне қойдық. Қазір енді тігіп шығамыз. Екі құрақты бірден тігіп шықтық, көрдіңіз ғой, кішкене қолыңызбен үтіктеңіз. Мынаның түгін тағы да төмен қаратамыз. Енді былайынан тігіп шығамыз. Тағы да кішкене қолмен үтіктейік. Көрдіңіз ғой. Ары қарай қарауынмен жабамыз. Түгін тауып алдық, қыздар. Енді соңғы көкпен жабамыз. Міне. Мінекей, қыздар. Тіктік. Енді мына шетін міндетті түрде жабайық. Міне, қыздар. Көрдіңіз ғой? Міне оп-оңай тігілетін құрақ, бірақ өте бір көркем, өте бір әдемі құрақ болады. Тағы бір айта кететін жағдай, қыздар. Мына жерде естеріңізде болар, өткен сабақта мен декоративті қазақша нақыштағы оюлары бар ленталарды қолданғам. Мына жерде мен қазір өзімнің дизайныма байланысты мен мына екі түрлі бояуды қолданып отырмын. Ал сіздер осы жерге декоративті лентаны қосып тіксеңіздер болады. Ол да өте әдемі шығады. Қыздар, сонымен біз
осындай жаңа погон құрақтардың барлығын тігіп дайындап алдық. Енді шешен құрақтың жалпы ең күрделі кезеңі қыздар жинау, құрақты құрастырып жинау. Жаңа байқадыңыздар ғой, бұл шешен құраққа қажетті фрагменттер өте көп. Бұрыштардың өзі 3-4 жаңағы размерде. Одан кейін қаншама құрақ араласады. Мен сіздерге қазір баптап тұрып асықпай соны жинағанды көрсетейін. Соны зейін қойып, қорықпаңыздар. Ақырындап шатасасыздар, кішкене қиналасыздар, бірақ та бұл құрақты бір үйреніп алсаңыздар, өте бір керемет көрпе болып шығады. Енді мен сіздерге сол шешен құрақтың жиналу жолын көрсетейін. Қыздар, енді бүгінгі біздің шешен құраққа 8 фрагмент керек. Оны мен жаңа басында айтып өттім. Енді сол 8 фрагментті қалай біз әдемілеп тұрып, үйлестіріп, шешен құрақ көрпесін жасаймыз. Неден бастаймыз? Бастағанда ең алдымен осы құдық құрақтан бастаңыздар. Қазір менің мына жердегі үстелім дөңгелек болып тұр. Сіздердің енді үйлеріңізде дөңгелектер тік төртбұрыш сіздерге жинаған оңай болады. Осы құдық құрақтан бастаймыз. Мына столдың бұрышына алып келіңіздер. Сіздерге ориентир болу үшін, шатаспас үшін столдың бұрышынан бастаңыздар. Міне мен құдық құрақты қойдым, қыздар. Енді міндетті түрде құдық құрақтың 4 жағынан погон құрақ түседі. Бір айта кететін жағдай, погонды орналастырғанда түгі бір жаққа жату керек, жарай ма? Қазір мына погонды алып келіп, міне оң жағына қойдым, сол жағына қойдым, астыңғы жағына қойдым, міне. Сонан кейін үстіңгі жағына қойдым. Мен қазір қалай тігіп жинауын көрсетіп жатқан жоқпын, қыздар. Мен дизайн жинауды көрсетіп жатырмын. Сондықтан сіздер дизайнды жинап қойыңыздар. Сонан кейін тура сол қалпында ақырындап тігіп жинай бастаймыз. Себебі үлкен столдың үстінде дизайн барлығын жинап алмасаңыз, бұл құрақты тіккен кезде шатасқанда тура ненің қай құрақты қай жерге қосарыңызды білмей қаласыз, жарай ма? Енді бұл менің көп жылдық тәжірибем, сондықтан да міндетті түрде дастарханның үстіне әдемілеп тұрып құрақты жинап алыңыздар. Енді естеріңізде ме? Кішкентай бұрыштар. Бұл жаңағы 8x8 квадратты ортасынан бөлгенде диагональ бойынша осындай 3 бұрыштарды шығарамыз. Мына 3 бұрышты төменгі жағына кеп қойдым. Оң жағына және сол жағына міне. Көрініп тұр ғой, міне қыздар. Үстіп қойдық. Одан кейін енді мына бұрыштарды квадратпен жабамыз. Міне 8x8 квадраттарымыз бар, е? Міне осы жерге кеп мына квадратты қояйық. Ары қарай мына жерге үлкен үшбұрышты қоямыз. Міне 16-та 16-ның жартысын алған болатынбыз. Сол үлкен үшбұрышты алып келіп осы жерге қояйық. Міне. Мына жерге де бір үлкен үшбұрышты алып келеміз, міне. Көрдіңіз ғой? Міне. Құдықтың жанына 2 погон, 2 жағына 2 үлкен үшбұрышты алып келдік. Ары қарай мына жерге кішкентай 4 бұрыштың айналасына ылғи погон құрақ түседі. Соны жинап отырғанда өздеріңіз шатасып бара жатсаңыздар, соны естеріңізге ала қойыңыздар, жарай ма? Қазір мына 4 бұрыштың айналасына тағы да погонды қоям. Мына жағына тағы да погонды қояйын. Мына 4 бұрыштың үстіңгі жағына тағы да погонды қоямыз. Міне көрдіңіз ғой погонның қиылысқанын. Ортасына 4 бұрыш жинап тұр. Міне погонды әкеп қойдық. 4 бұрыштың айналасында 4 погон. Құрақтың айналасында 4 погон. Енді ортасына, естеріңізде ғой, 16-да 16 квадрат. Мен енді дәл қазіргі жағдайда базовый дизайнды көрсетіп жатырмын. Ал біздің Instagram парақшасынан көрулеріңізге болады. Біз осы жерге шатқалдағы суреттерді саламыз, петроглифтарды кестелеп түсіреміз осы квадратқа. Осы квадратқа өздеріңіз неше түрлі дизайн түсірулеріңізге болады. Ең құрмағанда осы алдыңғы шеберлік сабағында мен көрсеттім декоративті
тесмаларды қалай қолдануға болады. Тура осы размерге көрсеткем. Соны жасасаңыздар болады, жүрей ме? Ал қазір мен сіздерге базовый дизайнды көрсетіп жатырмын. Мына ортасына осылай мына қойдық. Енді мына екі құрақтың арасына бізде мына құдық құрақ түсті ғой. Енді тырнақша құрақты қоямыз. Ары қарай жалғастырайық. Құрақтың айналасына 4 пагон түсу керек. Міне 4 пагонды 4 жағынан тізейік. Мінекей. Мына жерде міне кішкентай бұрыш. Осы кішкентай бұрышты қалдырайық. Өздеріңіз ақырындап тізе бастағанда түсіне бастайсыздар. Мына жерге міне квадратты қоямыз. Мінекей. Тағы да пагонды қоямыз, қыздар. Квадрат, пагон. Мына жерге сиям екені, ары қарай. Енді осы жолды тура осы құрақпен аяғына дейін шығарамыз. Міне осылайынан қойдық. Енді бұл құрақтың айналасына 4 пагон тағы да тіземіз. Одан кейін мына жерге пагонның иығына үшбұрышты қояйық. Мына кішкентай екеуінің арасына былайынан үшбұрышты қосамыз. Міне бір бұрышты ақырындап шығарып келе жатырмыз, е? Мына жерге енді колодец, құдық құрақты ең шетіне жалғастырамыз, міне. Қазір сіздерге бәлкім қиында көп тұрған шығар, бірақ жинағанда қазір түсінесіздер. Құрақтың қалай жаңағы синхронды орналасқанын көресіздер. Енді құдық құрақтың айналасына 4 пагон түсіреміз. Мына жерде кішкене столдың шеті көрінбей жатыр. Қазір міне. Кішкентай квадраттың айналасына тағы да 4 пагон. 1, 2, 3, 4. Міне ортасында квадрат. 1, 2, 3, 4. Ортасында квадрат. Енді мына жерде ылғи құдық құрақ кетеді. Мына тырнақша құрақтың жанында жол бойы тек қана тырнақша құрақ тұрады, міне қыздар. Көрдіңіздер ғой? Бір жол. Ары қарай мына жерге мынандай таза квадрат түседі. Енді квадраттың айналасына пагон кетті. Мінекей. Сөйтіп жалғастыра береміз, қыздар. Мына жерге ортасына келесі бізге не түсу керек? Дұрыс айтасыз. Жай ғана матаның өзі ғана түседі квадратпен, міне. Үлкен 16-да 16 осы жерге түседі. Қандай қиын құрақ, қыздар. Бірақ бір-екі қиналып үйреніп аласыздар. Ең бір тапсырысты көп тапсыратын құрақ осы міне, шешен құрақ. Үлкен үшбұрышты қойдық. Енді мына шетін не істейміз, қыздар? Шетіне естеріңізде болар. 4 талғаны, міне, 4 тал өзі, көрдіңіз ғой? 4 тал 12-де 12 квадратты біз 2-ге бөліп, 2 квадратты осындай үшбұрыштар алдық. 4 жағына қосылатын, ең соңында қосылатын үшбұрыш міне осы, қыздар. Міне кеңіз, міне. Көрпенің бір бұрышы шықты. Ең қиналатын жерлеріңіз осы бұрыш. Егер де осы бұрышты бір-екі рет жинап алсаңыздар, ары қарай мына көрпеңіз ұзынан өзі әп-әдемі болып, үстіп жаңағы құрақ өзінің шешендігін білдіріп, сізбен бірге жарысып жинала бастайды құрақ. Оны енді сіздер жинаған кезде сезінесіздер. Сондықтан мен қазір бұны аяғына дейін тізбеймін, дастарханымның реті келмей тұр. Бірақ тура осылай тізіп шыға бересіздер. Тізу жолын көрсеттім. Қорытындылайық. Қыздар, бастағанда
тік төртбұрыш столдың бұрышынан бастайсыздар. Мына бұрыштан бастайсыздар. Жарай ма? Ең алдымен құдық көзді қоямыз. Екі жағына, оң жағына, сол жағына, үстіне, астына 4 пагонды қойдық. Мына төменгі жағындағы пагонға 2 кішкентай бұрышты әкеп жалғастырдық. Келесі қатарға үлкен бұрышты әкеп жалғастырдық. Ең мына бұрышында қалған кішкентай ғана орын бар ғой. Бұл 4-ақ орын. Бүкіл көрпе біткенде 4 бұрышы үстіп қалады. Бұны ең соңында мына квадратты әкеп қоясыздар. Сөйтіп келесі рядты қосамыз. Міне келесі рядты қосамыз. Пагондар. Көрдіңіз ғой міне? Қазір мен кішкене алыстатып көрсейші. Міне, мына бірінші ряд бітті, қыздар. Келесі ряд. Міне 3 пагон, 2 квадрат кетеді. Міне пагон. Ол пагон мына квадратқа, неге құдыққа жақындап тұр. Міне 2 жағынан 2 квадрат, тағы да 2 пагон, соңге кішкентай 2 бұрыш. Сөйтіп келесі ряд өседі. Мынаның ұзындығы кіші, мына 3 пагонға үлкейді. Сөйтіп арғарай пагондарыңыздың қатары да өсе береді. Оны қазір тіккен кезде өздеріңіз сезесіздер, жарай ма? Қыздар, енді қалай қосамыз? Ең қиналатын жерлеріңіздің тағы бір фрагменті осы жерде. Қараңыз, міне ортасындағы құдық құраққа 2 жағынан, сол жағынан қосамыз, және оң жағынан жаңағы пагондарды қосып тігеміз. Міне, мен тігіп дайындап қойдым. Мінекей, міне тігілді, е? Енді оған оң жағынан жаңағы үлкен 3 бұрышты қосамыз, сол жағынан үлкен 3 бұрышты қосамыз. Міне, бұлай. Мінекей, осылай қосамыз. Түсінікті ғой, е? Міне. Одан кейін мына жолды өз алдына жеке қосамыз, қыздар. Бірінші өз алдына қосып алайық. Мына пагонға 2 кішкентай бұрышты қосамыз. Міне, көрдіңіз ғой? Үстіп қосып аламыз. Сонан кейін барып, мынау жаңағы үлкен фрагментке жанына бетіп қана ұзыннан тие қоямыз. Ал мына бұрыштарды қазір тігіп кетсеңіздер болады, бірақ мен әдетте бүкіл құрақ тігіп біткеннен кейін 4 бұрышына осы 4-3 бұрышты орналастырам. Өздеріңізге қалай ыңғайлы сөйтіп жасасаңыздар болады. Енді келесі қатарды қалай қосамыз? Келесі қатарды мына пагонға 2 жағындағы 4 бұрышты тігеміз, міне, лайнан. Үстіп тігеміз. Одан кейін мына пагонды мыналарды қосып біткеннен кейін, одан кейін 2 пагонды оң жағынан, сол жағынан тағы да қосамыз. Ең соңында мына кішкентай 3 бұрыштарымызды қосамыз. Мен сіздерге қазір қосылған түрін көрсетейін. Міне, қыздар, пагондарды қосқанда, міне 3 пагонды үстіп қатарынан қосып шығамыз. Енді алып келіп, мына 2 жағындағы 2 бұрышты қосамыз. Міне. Сонымен, міне бірінші қатар, екінші қатар, міне үшінші қатар, төртінші, бесінші, алтыншы сөйтіп қатар диагональ бойынша біз қосамыз бұл көрпені. Тек қана осылай ұзыннан әрбір қатарды қосып отырамыз. Енді қосып көрейік. Қыздар, ескертетін бір жағдай. Шешен құрақты тігу үшін жаңа құрақтарыңыздың барлығын дизайн тізіп біттіңіз ғой. Одан кейін уақытыңыз кең болу керек. Ешқайда алаңдамаңыз. Себебі құрақтың басын бастап, жұмыстарымды бітіріп, қайтып келіп, жалғастырам деген ойдан аулақ болыңыз. Бұның барлығын тізіп қойып, бір отырып сіз барлығын тігіп құрастырып шығуыңыз керек. Енді бастайық. Ең төменгі пагонға
екі жағынан мына бұрыштарды қосамыз. Міне екі жағынан. Бұл ең бірінші фрагмент. Бұл шешен құрақтың ең бірінші фрагменті осы. Мына бұрышты жақсылап тұрып келтірейік. Міне. Екеуінің размері бірдей, 8-де 8 көрдіңіз ғой. Міне енді қосайық. Мінекей қосылды. Енді екінші жағын қосайық. Міне осылай көрінеді қыздар. Міне, көрдіңіз ғой? Осындай міне әп-әдемі қанат болып шыға келеді. Бұл бірінші фрагмент. Келесі фрагмент. Жаңа мына құрақты мен даярлап алып келдім, қосып. Енді осыған екі жағынан екі үшбұрышты қосамыз. Үлкен үшбұрышты қосамыз, қыздар. 16-да 16 квадратты екіге бөлгенде осындай міне екі үлкен үшбұрыш пайда болады. Қазір соны қосамыз. Тура жаңағындай алып келіп, міне ұзындығы 16, құрағымыздың пагонның ұзындығы 16, міне үстіп алып келеміз. Міне, келесі қатар қыздар осындай болды. Қазір көрсетейін. Міне, көрдіңіздер ғой? Бірінші қатар, мына бұрыштағы бұрышымыз бірінші қатар, екінші қатар, одан кейін міне үшінші қатар жаңа пагонды қостық. Енді осы пагонның екі шетін қосамыз. Мына екі кішкентай үшбұрыштар 8-де 8 квадратты ортасынан бөлінгенде осындай 22 тал үшбұрыш шығады. Сіз 11 квадратты екіге бөлесіз. Міне, мына бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, келесі міне төртінші қатар, сөйтіп қатар-қатарымен қосып шығамыз. Қыздар, біздің шеберлік сабағымыз аяғына жетіп қалды. Енді міне біз
жеке қатар фрагменттерін жинап шықтық. Айта кететін бір жағдай, бұл құрақты жинай бастаймыз ғой. Ең алдымен екі бұрышын жинап алыңыздар. Мына жерде біз оң бұрышын, оң жақтағы бұрышын жинап алдық. Одан кейін ортасына тимеңіздер. Одан кейін тағы да бір бұрышын жинап алыңыздар. Міне сол жақтағы бұрышын жинап алдық. Неге екі бұрышты жинап алу керек? Осы оң жақтағы, сол жақтағы бұрыштағы фрагменттердің қатарларының саны әртүрлі. Бастағанда мысалы бір блок құрақпен бастадық, мына бұрышты жаңа көрсеттім ғой. Одан кейін 3 пагон кетеді. Одан кейін пагонның саны көбейеді. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде құрақтың фрагменті бір блок кетсе, мына жерде 1, 2 блок кетті. Одан кейін пагонның да саны көбейді. Келесі блок құрақтың блогы 1, 2, 3. Байқадыңыздар ма? 3 қатарда 3 түрлі блоктың сандары өзгеріп жатыр. Сондықтан мұны оң бұрышын сөйтіп бітіреміз. Одан кейін сол бұрышын тура солай бітіреміз. Бірінші блок, бір құрақ, екінші блокта 2 құрақ бар. Екінші блокта 3 пагон құрақ, одан кейін 2 құрақтың блогы бар. Одан кейін пагонның 5 блогы бар. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін құрақтың 3 блогы бар. 1, 2, 3 арасына жаңағы таза матада көбейіп жатыр. Мына жерде біреу болса, келесі қатарда 2. Сондықтан да нағыз қиналатын жеріміз осы бұрыштарды шығару. Енді бұрыштарды шығарып біткеннен кейін қалған блоктардың қатары да, ұзындығы да бірдей. Ол жаңа бірінен кейін бірі, тек қана блоктарды жеке-жеке жинап алсаңыздар, бірінен кейін бірі қоса бересіздер. Міне жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде 6 пагоннан құралған блок. Мен қазір бүкіл пагондарын көрсетіп шығайын арасындағы. Мына жерде қараңыз, 6 пагоннан құралған блок. Мына екінші блок ортасындағы. Үшінші блокта 6 пагоннан. Төртінші блокта 6 пагоннан. Бесінші блокта 6 пагоннан құрылған. Тағы айтамын, 3 бұрыштың басында мына жерде 3 пагон, одан кейін 5 пагон, одан кейін бүкіл ортасындағы қосылатын осы ұзын құраққа біз тек қана 6 пагоннан құрап жасаймыз. Сол сияқты мына блоктың өзіне де жаңа 3 бұрыштың біз соңында айттым ғой, 3 блок құрақ кіреді деп. Міне қараңызшы, 3 блок құрақ. Қалғанның барлығы 3 блок құрақтан жасалынады. Міне 1, 2, 3, 4. Түсінікті ғой, қыздар? Қалғанның барлығы бірдей жасалынады. Сондықтан да ол енді жаңағы өзімен өзі, тек қана мына блоктардың ұзын-ұзынынан жинап алсаңыз, өзімен өзі тез-тез құрақ бітеді. Енді қалай қосамыз? Мен бүгін сабақтың басынан бастап аяғына дейін сіздерге айтып жатырмын, диагональ бойынша қосамыз. Мына құрақты қисық жолмен қосамыз. Міне 3 бұрышымыз шықты. Енді мынау ұзын 6 пагондық блокты, мына ұзын осы жерге қосамыз. Міне бұлай ұзыннан қосамыз, қыздар. Көрдіңіз ғой? Міне енді осыны тігіп шығай, қалғанның барлығы тура осы жолмен тігіледі. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Мы завершаем наш мастер-класс. И хотела бы еще раз акцентировать, при сборке этих лоскутных работ нужно обратить внимание в первую очередь угловому блоку. Вот посмотрите, самый главный угол. Почему угол? Здесь вот каждый ряд этого угла, они идут на увеличение по фрагментам. В начале угла мы используем 1 блок, это вместе с погонами, да, колодец. Дальше вот этот 1 блок, а в следующем ряду у нас идут 3 погона. Дальше
два блока вместе с погонами, да? Вы поняли, да? Вот два блока. Дальше уже погоны тоже увеличиваются. Здесь уже у нас 5 погонов. Мы вот эту лоскутную работу называем погон. Ну, он напоминает погоны, да? 1, 2, 3, 4, 5. Следующий блок. 1, 2, 3. 3 лоскутных блоков вместе с погонами. Представляете, да? Вот 1, здесь 2, а дальше 3. И таким образом увеличивается. Здесь мы останавливаемся, потому что дальше все фрагменты, они одинаковые. Правый угол также сшили, левый угол сшили. Потому что, еще раз говорю, в этой работе самое главное сложить угол. А уже средняя часть этого изделия, уже здесь идут абсолютно одинаковые фрагменты. Например, 6 погонов. Вот такого фрагмента из 6 погонов у нас 1, 2, 3, 4, 5. Последний фрагмент из 3 блоков и из ткани квадратной. Он состоит из 3 фрагментов. 1, 2, 3. И точно так же остальные все блоки, фрагменты вот эти вот длинные, они все состоят из 3 фрагментов лоскутных работ. Смотрите, 1, 2, 3, 4. И дальше собирать уже будет гораздо легче. Самое главное разобраться с углами. Итак, давайте теперь мы все это соберем. Мынау жаңағы оң жақ бұрышты шығардық, сол жақ бұрышты шығардық. Енді арасындағы біркелкі фрагменттерді өзара қосып, осымен бүгінгі шеберлік сабағымызды аяқтаймыз. Мына қосқан кезде бір айта кететін жағдай, мына погондар мен мына құрақты екеуін бір-біріне инемен қадап алу керек. Міндетті түрде. Мына жерде 3 түрлі фрагмент тұр, сондықтан да мен барлығын қадамаймын. Егер де сіздер жаңадан тігіп жатсаңыздар, әрине, онда сіздер инені көбірек қадаңыздар, жарай ма? Мен тек қана мынау 3 түрлі жаңағы фрагменттің тұсынан инемді қадап аламын. Мына погон құрақ тәкелімдағы колодец құрақтың түбіне алып кеп, қыздар английский булавкамен қадап алыңыздар. Сонан кейін қадағанда міндетті түрде перпендикулярна қадаңыздар, жарай ма? Мына тігістері әдемі келсін. Мына жерге міне келді. Енді үстіп қадап аламыз. Бір құрақтың тұсынан қададым. Мына жақты енді өзіміз, көрдіңіз бе, мына тігіспен мына тігісті өзіміз келтіріп тіге аламыз. Осылайынан. Енді келесі құрақты қадайық, қыздар. Мына погон мен тырнақша құрақтың тігісінен бір-біріне жақсылап тұрып орналастырайық. Міне, көрдіңіз ғой? Мына тігіспен мына погонның тігісіне алып кеп орналастырдық. Инемен қадап алайық. Мына жерді сөйтіп қадап алайық. Мінекей, мына жерде погонды мынау құдық құрақтың үстіне алып кеп, тура тігістерінің тұсын ориентир жасап алайық. Міне келді. Түсінікті ғой, қыздар, е? Бірақ құдық құрақтың түсіне кеп погонды қададық. Ал, енді тігейік.
Қыздар, енді мына ең үлкен үшбұрыш естеріңізде ғой, бұл 16-да 16 квадратты диагоналмен бөлінгендегі пайда болған үшбұрыш. Бұның мына жердегі ұзындығы 16 см, пагонның ұзындығы 16 см. Енді осы екі тігісті міне үстіп алып келіп, мына бұрышты жоғарыдан төмен қарай тікпейміз, бұл бұрышты кері тігеміз, қыздар. Мына құрақты былайынан аударайық. Қазір мынаны аударамыздағы бұрышты, қыздар, пагонның үстіне орналастырамыз. Түсінікті ғой, е? Сонда бәрін тігіп болғанда сіздерге сөгіп, қайтадан жөндеудің қажеті жоқ. Түсінікті ғой, е? Мінекей, қараңызшы, мына жерде міне тігісінің қиылысы сондай бір-бірінің үстіне міне келді, көрдіңіз ғой? Міне. Сондықтан осы бұрышты кері тігіңіздер. Енді қалғанын әдеттегідей тіге береміз. Ал қыздар, қарсы алыңыздар. Міне, бүгінгі өте бір күрделі шеберлік сабағымыз өзінің мәресіне жетіп қалды. Байқайсыздар ма? Екі түрлі бояудан 7 түрлі фрагмент алдық. Сол жаңағы үлкен шешендікпен осындай шешен құрақ құралды. Бұл бір керемет құрақ көрпенің дизайны. Сіздерге айтып едім ғой, бізде үнемі осы көрпеге тапсырыс көп. Сондықтан да сіздерге де ырзығы мол бір керемет дизайнды ұсындық деп ойлаймыз. Бұл енді қол өнердің шешендігі. Ұлтымызда сөз өнерінің шешендігі бар. Естеріңізде ме? Бірінші карантин жарияланған кезде біздің мекеме антикор айтыс деген керемет жобаны өткізген болатын. Біреулеріңіз білерсіздер, жаңадан қосылып жатқан қыз-келіншектер бәлкім білмейсіздер. Сыбайластық пен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанынан құрылған республикалық ақпараттық ағарту штабының қызметін, басшылық қызметін атқару мәртебесі маған табысталды. Сөйтіп біз өңір-өңірлерді аралап, осы қазіргі қоғамға дерт болып қалған жемқорлыққа, сыбайластыққа, сондай бір көрсең көзің сүрінетін, өте бір ойландыратын, қоғамға бір тікендей қадалған осы дертке қарсы тұруға тек қана ол жемқорлық агенттіктің ғана қызметі емес, ол бүкіл халықтың қызметі. Біздің әрқайсымыздың табандылығымыз, әрқайсымыздың таңдауымыз қажет. Енді осы орайда біз біраз шараларды жүргіздік. Сол соңғы антикор айтыстың халық тарапынан үлкен қолдау тапты. Халық тарапынан үлкен күні-түні кәдімгідей тағаттанып, келесі жұп қашан шығады, келесі жұптың жеңімпазы кім болды деген күні-түні жаудырған сұрақ. Сіздерге үлкен рахмет. Сол кезде сол антикор айтыстың сіздің ұлттың жаңа халқымыздың көңілінен шықты. Енді біз сол үрдісті жалғастыра отырып, терме бәйгесін ұсынып отырмыз. Антикор терме. Ол антикор терменің біз өзіміздің осы шаңырағымызда өткізетін болдық. Осы арнамызда. Енді қыздар, сіздер тек қана құрақ тігіп, ою ойып, кесте тігіп, жайдан жай ғана өнермен айналыспайсыздар. Енді сіздер термені тыңдап отырып, осы өнермен айналысатын мүмкіншілік бар сіздерде. Қолдау көрсетіңіздер.
Бүгін кешке жақын осы антикор терме бәйгесінің әлқисасын жас ақын Данияр Алдаберген бауырымыз бастайды. Естеріңізде ме? Біз біргеміз деген әнді сол бірінші карантин кезінде бүкіл осы әлеуметтік желіде кең сондай бір танымал ән орындалған болатын, біз біргеміз деп. Сол әннің мәтінін жазған Данияр Алдаберген бауырымыз. Одан кейін осы жақында Димаш Құдайбергеннің Қайран елім деген бейнебаяны шықты. Сондай керемет бейнебаян. Өзім сондай кәдімгідей ұнаттым, бірнеше рет көрдім. Сол бейнебаяндағы әннің сөзін жазған осы жас ақын, айтыскер Данияр Алдаберген. Тағы бір айтылатын ақпарат, Данияр Алдаберген сыбайластық пен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкері. Енді сіздермен осы шеберлік сабағымның соңында сіздерді сол антикор терме алаңына шақырамын. Атадан қалған бір асыл сөз бар. Боламын деген баланың бетін қақпа, белім бу деп. Расында да шабамын деп отырған жүйріктерімізге біз көсілетін алаң ұсынып отырмыз. Ол мына біздің киелі шаңырағымыз. Осы шаңыраққа барлығыңызды шақырамыз. Осы YouTube арнасында антикор терме аламаны басталады. Бірінші, бұл жерде де гран-при бар. Гран-приге біздің ұжымның атынан 1 миллион теңгеге бағаланған этно жоба ұсынамыз. Қыз бала озып шықса, ол қыздың жасауы болады. Ер азамат озып шықса, кәдімгі үйіне бір қазақша бөлме этно жоба ұсынылады. Бұл гран-при. Оған қосымша бірінші, екінші, үшінші орын жүлдегерлері бар. Сонан кейін естеріңізде ғой, антикор айтысқа қатысқан бүкіл ақындарымызға біз өз тарапымыздан сый-кәдені таратып жатырмыз. Енді осы термешілерге де біздің өзіміздің тарапымыздан есте қаларлықтай сый-кәдені ұсынып отырмыз. Ал таңдау, дауыс беру, термешілерімізді қолдау сіздің еніңізде. Сондықтан енді біздің арнамызда сондай жеке рубрика ашылады. Үнемі біздің осы ұлтымыздың өнері жайлы, дәстүрлі өнері жайлы біз бәйгелерді өткізіп тұрамыз. Осымен қыздар, мен бүгінгі шеберлік сабағымды аяқтайын. Расында да бұл ұзақ шеберлік сабақ болды. Оның үстіне жаңағы уәде еткен ақпаратымен сіздермен бөлістім. Үлкен рахмет. Шеберлік сабағымыз көңіліңізден шықты ма? Осы шешен құрақтың дизайны ұнады ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лүпілдеріңізді басыңыздар. Жаңадан қосылып жатқан қыз-келіншектер арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Бүгін кешке жақын антикор терме алаңында кездесеміз. На этом мы сегодня завершаем очень сложный наш мастер-класс. Думаю, вам понравился этот мастер-класс. Буду благодарна за ваши комментарии. Ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Всего доброго!